отельден шығып, енді қазір Дубайдың базарына барайын деп тұрмын. Сол жақта Қазақстан бағасымен салыстыруға тырысатын боламын. Көп нәрселерді қарайтын боламын. Тамақтардың, киімдердің бағасын салыстырып көретін боламын. Келдім, бұл жақта аялдамада бір жақсы күндіздіктен қорғану үшін осындай кондиционері бар. Күшті аялдамалар ойластырылған. Іші салқын. Кондиционер барлығы жұмыс істейтін, кесте барлығы тұр автобустарға. Өте ыңғайлы. Мен қазір берсе автобусқа отыратын боламын. Аялдама өте керемет. Ыстықтама мақсатында ғой. Күшті. Автобусқа отырдым. Қайыққа отырамын. Қазір осы сырада міне канал тұр, сол каналдың ар жағында үлкен базар орналасқан. Сол базарға барайын деп тұрмын бұйырса. Қазір міне бұйырса анарада базар орналасқан Дубайдың. Орталық базар болмаса да бір үлкен базар орналасқан. Қазір осы каналдан қайық арқылы өтіп, сол жаққа баратын боламыз. Бұны арадан бір как будто бір Біріккен Араб Әмірлігіндегі сол Дубайдың бір тарихи бір базары сияқты бір араб стилінде кәдімгі көрініп тұр да, күшті керемет болды. Қазір сонда барып Қазақстанмен бағасын салыстыратын боламыз. Сіздерге бағасын айтамын, өздеріңіз енді Қазақстанмен салыстырасыздар. Қайықтар тұр, арғы жаққа өтетін. Қазір осылардан өтейін деп тұрмын. Қазір берсем. Билеті осындай. Осы билетіне қазір отырамын. Міне мынау сол қайықтың картасы. Мен тұрған жер міне мынау. Мысалы, мұнарадан отырып, мына жаққа дейін баруға болады. Мұнадан отырып, мына қала жаққа кетуге болады. Ал мына жақтан Дубайдың өзіне бүйтіп кетіп қалуға болады. Сондай. Аль-Хамрия деген жер. Өте жүру жонжа. Бағыз. Жаңа отырайын. Жүрдік. Осы базарына барамыз қазір бұйырса. Негізі осы қайыққа отыру 2 дирхам тұрады. Жаңбыр ғана біраз кедергі келтіріп тұр. Сосын сіздерге айтарым, келсеңіздер міндетті түрде отырыңыздар, күшті екен. Просто жаңбыр ғана жауып тұрғаны болмаса, бұлай күшті қайықпен жүрген. Өте әсерлі. Мына осы бұл канал қолдан жасалған канал мынау. Жүзіп келе жатқанымыз қолдан арнайы жасалған канал бұл. Базарына келдім. Енді қазір осы базарын аралайтын боламыз. Бұл Дубайдағы бір үлкен базарлардың бірі. Қазір барлығын көрсетеміз бойынша. Мынау уже араб стилінде екен, кәдімгі көрініп тұр. Міне базарына келдім. Ажақта жемістерден басталды. Ажақта жаңбырда аяқ киімдер.
Kazakhstan. Yes. Hi Sheikh, how are you? How are you? Where are you from? Kazakhstan. Yes. You from? Pakistan. Үлкен әдемі екен да базар. Ана уже кәдімгі восточный стильде жүргеніңіз, шығыс стильде жүргеніңіз қатты білінеді де, керемет әсер береді. Тамақтан алсам деп отырмын, бойым суық алып тұр. Жаңбыр жауғаннан кейін ба, жаңбыр жауып, мына жақ қатты суық кетті да. Сонымен суық болып тұр бұл жер. Бұл мұнда чикен тикка дейді, 18 дирхам, теңгеге шаққанда астында тұр. Сосын мысалы мынандай, бұларда негізі нан сатпайды біздің Қазақстандағы сияқты. Осындай лепешка ретінде сатылады да. Мысалы лепешкасы 1,5 дирхам, почти 2 дирхам. 2 дирхам теңгеге шаққанда астында тұр. Сосын мыналар суптар. Осындай суптарға бөлінеді. Бұл гороховый суп, өздерінің арнайы бір суптары бар. Ішіне енді зира қосылады, сондай. Мысалы 15 дирхам астында тұр. Сіздерге бір нәрсе айтайын, мысалы мен Шарджа қаласының орталығында алдым ғой отельді. Ол жақ өте қымбат. Енді қымбат дегенде енді біразда қымбаттау, ал Дубайда өте қымбат. Ал енді мысалы екеуінің ортасында осы базар орналасқан. Сонда келіп мен тамақты менюін қарасам, өте арзан бағасы. Сол себепті Дубайға келіп жатсаңыздар, көбінесе базарларын іздесеңіздер, базар деген өте көп, сондай базар жақтарынан тамақ ішсеңіздер, арзан бағада ішесіздер. Еще онда меню деген күшті, анда өміріңізде жеп көрмеген тамақтар болады да, сол жағынан өзіңізге ыңғайлы болады выборға. Ал ана шет жақтарын жүрсеңіздер, ол жақта только пицца, бургер, паста, күріш, сондай нәрселер ғана да. Ал енді нақты базарына келсеңіздер, нағыз арабтың тамақтарын жейсіздер. Сол себепті базарына келіңіздер. Алғашқы не алып келді, тамағымды. Мынау ет, маймен, сондай қазір көремін. Сосын мынау нан ыстық күйінде алып келіпті, лепешка ғой. Слоеный тестадағы лепешка екен. Бұлар кәдімгі біз сияқты нан жемейді, сонысы күшті да. Енді қазір көремін, дәмін айтамын. Дәмін көрейін. Өте дәмді. Дәмі өте керемет екен. Осы тамақтың дәмі өте керемет. Ана таза етпен мына осы лепешкамен тема кетеді екен, күшті келеді. Ал енді мынандай алып келіп жаңа мынандай соус алып келді, осындай соуспен. Бұған ет қосылған екен. Бұны да нанға қосып жейсіздер маған. Бір пюре сарқылып екен, сосын еттері бар, үлкен кусокпен. Нәрсе көзім жетті, негізі ана жылы арнайлап барған, осының алдында арнайлап барған араб ресторандарына бардым, бірақ олар дәмді болған жоқ қатты. Енді мына базардағы ресторандарға келсем, енді кафелерге, дәмдері өте керемет. Осы Дубайға келгендегі екінші дәмді тамақ осы шығар, ең күшті. Дәмі күшті нан. Сөзбен жеткізе алмаймын. Мынау ащы екен. Мынау ащы екен, мынау жаңағы жеп отырғаным. Ал анау ащы емес, етпен бір күшті дәм береді өзінше екен. Дәмі өте керемет. Жеген тамағым мына жақтың бәрі базар. Бәрі базар. Қазір енді аралайтын боламыз. Толық аралайық. Бұл жақты саудаласу керек, жаңа парфюм алайын деген ғой, духи. Сонымен олар айтады да маған 60 дирхам дейді да. Мен айтам, ай бақ қымбат деймін да, сонымен барады да 40-қа түсіреді. Сосын барып жоқ керек емес деймін, одан кейін барады да 30-ға түсіреді. Олар жоқ мен кеттім басқа жақ қараймын десем 20-ға түсірді да, сосын жоқ деген, давай өзің жазшы бағасын дейді да. Сол себепті саудаласу керек, олар өтірік алдайды. Қандай болсын түріңізден турист екеніңізді біледі. Сол себепті саудаласыңыздар. Мысалы 20 дирхам міне қанша теңге болады, міне астында тұр. Соған шамалайсыздар ғой? No. Only this. Only this I will give you 60 dirham. 60 dirham? Мына жақта мысалы тамақтар тұр. 3 дирхам, мынау пицца салат 5 дирхам, суптар 14, мынау 14 дирхам теңгеге шаққанда астында тұр. Мынандай суптар 14 сондай дирхамдар тұрады. Мысалы мына күріш 12 дирхам сондай тұрады. Мысалы мұнда ремендер 9 дирхам біреуі сондай тұрады деген, теңгеге шаққанда астында тұр. Мысалы қыздардың киімдері, онарда ұлдардың футболкалары 15 дирхам біреуі. Ал мұнарда шортылар ұлдардікі
20 дирхам. Қазір ішіне кіріп көрейік. Басқа киімдерін көрейік. Қандай киімдер екен. Мысалы, мынандай hello. Аяқ киімдер 169 дирхам. Теңгеге шаққанда астында тұр. Мен аяқ киімдер. Ал мен мынардан басталатындар 99 дирхам. 99 дирхам. Мысалы тәпішкер қанша дирхам? Мына тәпішкер 79 дирхам. Вот это надо, верно? Все, thank you. Қазір. Мысалы, мына куртка. Мына куртка 179 дирхам. Теңгеге шаққанда астында тұр. Мына, мысалы, джинсылар 100 дирхам. Бұл жақта өзіңіз байқап тұрғандай баға енді шарықтап тұр. Бұл базары қаланың шетіндегі базар. Сонда да баға қымбат. Ал енді орталығына барсақ, бұдан да қымбат. Біздің Қазақстанда жалақы аз ғой. Сол себепті бізде мысалы киімдерде арзан болады. Ал бұл жақта жалақы көп. Адамдардың тұру сапасы да жақсы. Сол себепті бұл жақта киімдердің де, біраз тағамдардың да бағасы қымбат. Солай. Тұратын жеріңізге байланысты ғой. Мына сумкалар, мына сумка 30 дирхам. Бұлардың барлығы 30 дирхамдан екен. Электрониканы көріп жатырмын. Мынау холодильник. Мұны 850 дирхам екен, теңге шаққанда астында тұр. Мысалы, мынау 1400 екен. Арыға кішіге береді. Мысалы, мынау 1100, мұны 800, мынау 1000, ал аналар уже 400 сондай екен. Стиралка, мынада стиралка екен. 1000 дирхам тұрады екен. Мынада стиралка 820, 700. Газ, мынарда 1180 дирхам екен, теңгеге шаққанда астында тұр. Мына жақта мынандай перес 10 дирхам тұрады, теңгеге шаққанда астында тұр. Мысалы, қызанақтар 5 дирхам перстер. Мына жақта 30 штугы 52 дирхам тұрады. Ал 36 штугы 34 дирхам тұрады. Мұнау размері простынанғы 36, мұнанғы 30. Теңгеге шаққанда астында тұр. Мысалы, бамби дейді. Бамби деген 60 дирхам тұрады екен, 50 штук. Мысалы, памперс. Памперстар мұнан ішінде 56, ал өзі 60 дирхам тұрады екен. Мұнан ішінде 56. Мұна күріш 2 килограмда күріш 20 дирхам тұрады екен, теңгеге шаққанда астында тұр. Мысалы, мұнау 5 килограмм күріші 46 дирхам тұрады. Бұндардан Клэр 25 дирхам тұрады. Пантейн 23 дирхам тұрады. Қазір бұйырса, енді сіздерге бір ғимарат көрсететін болам, Дубайдағы. Әдемі ғимарат, қазір сонда баратын болам. Соны көресіздер қазір. Такшіпірге тұр, метро ішінде бар екен, сөйлеп кеткеннен кейін. 10 дирхам тұрады екен. Оны біреу түстін, осы айтсы. Одан кейін барып, аладан жасамақ. Апешін түсті. Анадан істеп, ағат. Болды. Енді осында тұрып. Онда еще өзіңізге керекті, если қан жетіспейтін болса, міне қан тұр, трубочка тұр. Көрейін. Күшті дәмі. Кесіл екен, дәмі өте керемет. Көріңіздер, 10 дирхам. Шатаспаңыздар, өйткені мысалы қызылы мына жаққа кетсе, қаланың осы жағына, ал жасылы мына жағына кетеді. Қызылы Бурдж Халифа, олғай Дубайдың ең көрікті нәрселер орналасқан жаққа кетеді, ал жасыл болса қаланың сыртқы жағына кетеді. Сол жағына шатаспаңыздар. Метро 2-ге бөлінеді. Ақшаларыңыз босқа кетіп қалуы мүмкін, өйткені мынаумен өткеннен кейін сіздер қайтадан шығу үшін қайтадан ақша төлейсіздер. Сол себепті шатаспаңыздар ол жағына. Болашақ музей деп аталады. Шәппақ. Келдім, енді ішіне қазір кіру бұйыра ма, бұйырмай ма көретін боламыз.
іші әппақ, өте әдемі, төбесінің бәрі керемет жасалынған. Қазір астына қарай түсіп, қазір көретін боламыз. Тұрғандарыңыздай, мұна ешқандай да тоқсыз, ешқандай да жіпсіз өзімен өзі ұшып тұр. Бұл болашаққа деген музей болғандықтан, музейдің аты. Бұнда ішіне кірсеңіздер, болашақта қандай жоспарлар бар, болашақта қандай не болады, сол туралы музей ғой. Мен сіздерге айтқан жердемін. Бұл жер сіздерге айтқандай керемет жер. Бұл болашақ музейі, бұлайша айтқанда. Бұл жерде сіз болашақта қандай әлемде заттар болады, сонымен таныса аласыздар. Және де осы Дубайдың болашағы туралы да осында барлығы көрсетілген. Сыртын өзіне көріп тұрған шығарсыздар, қандай әдемі екен. Іші бұдан да әдемі. Мен ішіне кіру құны 145 дирхам тұрады, теңгеге шаққанда астында тұр. Мен негізінде кірмекші болған, бірақ мұндағы кезектен де айта алмадым. Өте көп кезек. Маған айтты, кемінде 1 сағат тұрасыз деді. Бірақ мен енді олай ұзақ күте алмағандықтан кірмеуді жөн көрдім. Өздеріңіз есіңіздерде уақыт деген көп болса, түрде кіріп көріңіздер, өкінбейсіздер. Өйткені кіргендегі уже көрінісі өте әдемі, әппақ, уже таңғалдырып жатыр. Енді үстіне көтерілгенде қандай ғажап нәрсе көретініңізді енді сөзбен айтып жеткізе алмайсыздар. Енді өздеріңіз ойланып көріңіздер. Сол себепті көріңіздер. Мына уже ғимараттың сыртынан байқасаңыздар да көріп тұрған шығарсыздар. Қалай салынған, сәулеті қалай, мына уже таңғалдырады. Бұл осы салынған құрылысын өзі қалай сталып тұр өзі. Қаланың көркін кіргізіп тұр. Ең көркін кіргізіп тұрған осы ғимарат деп айтсақ қателеспеймін. Өйткені арабша жазуымен салынған архитектурасы ерекше. Дубайдың басты көшелері осы жақтан басталады. Әне анан көріп тұрғаныңыздар Бурдж Халифа, әлемдегі ең үлкен ғимарат. Мына жақта зәулім ғимараттар өте көп, қызықтың бәрі осы жақта негізінде. Кеше келген болатынмын, бірақ кешегі шоудан кейін тағы көруді жөн көріп отырмын осында Бурдж Халифаға келіп. Көзім тоймайды екен, сонымен қайталап көруді жөн көрдім. Бүгін дүйсенбі, ал кеше демалыс күндері болғанда адам саны өте көп болған болатын. Бүгін біраз аз екен. Келсеңіздер, сол кезінде негізі дүйсенбі, жұмыс уақыты емес кездерде келсеңіздер, өздеріңізге тиімді болады, адам саны аз болады екен. Шоуды көрдік. Енді сол мынаның үстіндегісін қараңыздар. Әлемдегі ең биік ғимараттың төбесі көрінбейді. Биіктігі соншалық төбесі көрінбейді.
Отельден шығып, Абу-Дабиға жолға шыққалы тұрмын. Абу-Даби деген жалпы осы Біріккен Араб Әмірлігінің астанасы болып есептеледі. Енді қазір бұйырса осы автовокзалға келген болатынмын. Сол автовокзалдан Абу-Дабиға жолға шықтым. Болам қазір қанша теңгеге, қанша дирхамға шықты, барлығын түсіндіретін болам. Жалпы Абу-Даби қаласының видеосы жеке болады. Оны сол жеке видеоны көретін боласыздар. Видео сіздерге қызықты болады деген ойдамын. Видеоны жалғастырып көріңіздер. Мынау автовокзалдамын. Абу-Даби деген 117. Қазір әр 30 минут сайын автобус келіп отырады. Соған қазір күтіп отырмын өз автобусымды. Мына жақта Аль-Айн деген басқа қалалардікі. Қазір бұйырса Абу-Дабиге келесіз. Мынау мысалы мен келген автобусым 306 деген E306. Осы автобуспен осы автовокзалға келдім отель жақтан. Солайынан жетсеңіздер болады әр автобуспен. Автобусым келді, енді қазір мен автобусқа отырайын деп жатырмын бұйырса. Отырдым. Бұл жақта автобуста жағдай жасалған екен. Түркияда болғанда да осындай қалааралық автобустарда зарядка қоятын барлығы қарастырылған болатын. Бұл жақта да дәл сондай екен. Жол жүру уақыты 1,5 сағат, 1,5-2 сағат болады. Бақтарыңызға айта кетейін, Біріккен Араб Әмірліктеріне қалай тиімді бағада авиакомпаниялардың қайтысымен келуге болады. Жалпы сіздер Той Арыстан авиакомпаниясы арқылы Шымкент, Дубай және Ақтау, Дубай бағыты бойынша бара аласыздар. Шымкенттен 45 мың шамасында, Ақтаудан 25 мың теңге шамасында баруға мүмкіндіктеріңіз бар. Жалпы Біріккен Араб Әмірліктеріне сіздер келетін алдында сіздер мемлекетке кіру үшін отель алдын ала броньдап алуларыңыз керек. Олай болмаса сіздерге мемлекетке кіру қиын болады. Олар сіздің тұрақты жататын жеріңіздің барлығын біліп алу керек. Ендеше сізді мемлекетке кіргізбейді. Сонысы қиын. Сол себепті алдағы жоспарларыңыз ешқандай да турсыз, гидсіз барам десеңіздер, алдын ала отельді брондап алыңыздар. Мен брондаған отель Hostel Lock деген арнайы программа арқылы бронировать еттім. Өте тиімді бағада, керемет жерден өзіме қалауым бойынша бронировать еткен болатынмын. Сіздерде де сондай мүмкіндік бар. Жалпы Біріккен Араб Әмірліктеріне келетін болсаңыздар, алдын ала айта кетейін. Бұл жерде ағылшын тілі мен араб тілі ғана, орыс тілінде ешқандай да тақтайшалар ештеңе жоқ. Сіздерге қиынға соғуы мүмкін. Сол себепті ағылшын тілін біраз біліп келіңіздер. Егер де ағылшын тілін білмейтін болсаңыздар, гидпен солайынан жүргендеріңіз өздеріңізге тиімді болады. Және де бір нәрсе айтайын, жалпы Дубайға келсеңіздер, Дубай карты бар, арнайы арқылы. Бұл мен сіздер таксиге, метроға, трамвайға, барлық транспорт көзіне отыра аласыздар. Мен осы алдағы видеода қанша теңгеге шыққанын барлығын түсіндіріп айтатын болам. Қалай алу керек, қай жерден немен алу керектігін. Және де Абу-Даби туралы менде видео бар. Абу-Даби карт деген де бар. Ол тек қана автобус транспортына ғана арналған. Оны қанша теңгеге шақтан қанша болатынын қайратын алу керек. Ол туралы да ақпарат айта кететін болам. Оны да алдағы видеодан көретін боласыздар. Тағы да айтарым, сіздерге мемлекетке кіретін алдында олар арнайы өздерінің телефонға арналған сим картасын береді. Жалпы бұл сим карта тегін беріледі, бірақ бұда 1 гигабайт қана болады. Оны өздеріңіз білесіздер, пайдаланасыздар ма, пайдаланбайсыздар ма. Олар сіздерге турист болғаннан кейін ыңғайлы болу үшін сондай мақсатта береді. Бірақ мен өз басым бұны пайдаланған жоқпын. Олар мені контрольға алады ма деген ой болды, сондай сыбыс естідім. Сол себепті мен оны пайдаланбадым. Жалпы Біріккен Араб Әмірліктеріне келгеннен кейін қандай жағы қиын болады? Сіздерде мысалы зарядка бізде азиатский болса, бізде азиаттықтарда 2 темірлі болса, бұл жақта 3 темірлі. Сол себепті сол жағы қиын болады. Келетін болсаңыздар, арнайлап осындай алып алыңыздар. Немесе осы жаққа келіп алсаңыздар да болады. Арнайы супермаркет барлықтарында бар. Егер де мына жақта қиын, қымбат болуы мүмкін деген өздеріңізде қорқыныш болса, Қазақстанда алып тауып алсаңыздар болады алдын ала. Сосын бұл жақта ақшаға келетін болсақ, дирхам, бізде мысалы қағаз ақша болса, бұл жақта пластик, бұл жыртылмайды. Және де су болмайды. Өте керемет, ыңғайлы, беті мыжысаңыздар да түк те болмайды. Сол күйінде дирхам тұра береді. Өте керемет.
Осымен біздің Біріккен Араб Әмірліктегі Дубайдағы видеомыз аяқталды. Видеоны аяғына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Қазақ тілі контентін қолдау мақсатында каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий кетіңіздер. Сіздердің каналға тіркелгендеріңіз маған үлкен мотивация. Болашақта да басқа қалаларға, мемлекеттерге саяхаттайтын боламыз. Сол себепті оны жібермеу үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Видео сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Сіздермен бірге Қисаевтарын.